Қырыққа келдім. Қу тіземді құшақтап әлі жүрмін. Сырықтай болған бойыма, алға ұмсынған кеудеме, дөп-дөңгелек бөксеме, қысқасы өзіме өзім риза болып, өмір сүріп 4-ші ондықтың есігін қағып, өмірдің көбі кетіп аз қалғанын білмей де қалыппын ғой. Енді тағы 40 жасайды дейсің бе? Мен өзі қазір қызбын ба, әйелмін бе? Мен қызбын. Тәніме еркек қолы тимеген ұрғашымын. Әлсін есінеп қойып елегізіп жатқан ол 40-тағы 40 қыз Орынкүл оңашада өзіне өз есеп бере бастады. Көк шыбық кезінде біреуді жақсы көрді, бірақ ол бас бұрмай кетті. Өзіне наздана қарап, күлімсіреп сөйлегенде бері бұрылар ма еді. Бірақ бәрін сезіп біліп тұрып, еркек көрсе қара тастай қатытында қалатын. Алматыдағы дарынды балалар мектебінде оқып жүргенде 10-ші сыныпта бір оқушы бала ерінен шөп еткізіп сүйіп алды. Ернінің сол жері шоқ басқандай қыж-қыж қайнап көпке дейін өзіне өзі келе алмай жүрді. Содан кейін сол баланы жеп көріп кетті. Ол қазір атақты математик, атағы жер жарған академик. Қазір оның сурет бейнесін баспасөздерден көріп, тірі бейнесі теледидар мен интернеттен қылаң еткенде ернін шүйіріп, өшпенділікпен қарайды. Жанының бір бөлшегі солқылдап, тәнін арамдап кеткендей көрінеді. Менің қатарларым шетінен үйлі баранды, ол қыздарын аяқтандырып, ат ойлап той жасап жатыр. Аттестат ала салып атқа қонып үшке бітіре сап, үй болғандар немере сүйіп отыр. Мен сол алгебраның соңына түсіп, жай бөлшекпен AX-ті айналсоқтап жүріп, не есептің түбіне жете алмадым, не өмірден теңімді таба алмадым. Аурухананың жеке бөлмесінде жатқан Орынкүл күйініп кетті. Мұңын шертіп ақтарлайын десе, айналасында ешкім жоқ. Бір бөлмеде бір өзі. Жалғыз адамдық бөлмеге жат жұртта қалғандай жатқызып қойғанын қарашы. Бас жағында томпиған 4 бұрыш тумбочка, үстінде сорайған сарағаш бөтелкесі, қасында бөтелкені күзеткен жалғыз жылтыр стакан. Жалғыздықтың бәрін бір басыма жазып қойған екенде деп, өмірден өтіп кеткен анасын кінәлады. Шешесі қандай болса қызы да сондай. Шешесін көріп қызын ал дейді. Топырақ жамылғанына 10 жылдан асқан анасы өмірі отбасы туралы сөз қозғап, бір басыңды екі оғыл деп айтпапты. Өзі 10 бала туған батырана. 10 баланы асырауда оңай деймісің? Тек сырқат жеңіп, көз жұмардан бір апта бұрын басында күзетіп отырғанда, сенің де арғың тартылуға таяу деді күбірлеп. Ол кезде сыбай салтаң жүрісі өзіне ұнайтын. Тіпті баласының боғына тайып жығылып жүрген құрбы құрдастарын көрсе, жирене қарап, өзін солардан екі ел болса да артық санайтын. Сөйтсем, мен ақпай қалған арық секілді суға сусаған сорлы екенмін ғой деп, жаны ауырып, пышаққа түскенде ғана өзінің осы жүрісіне есеп бергендей болып елегізіп жатыр. Бала шаған болса көң құрғатпай артымнан ағылып келіп жатар еді. Кезекпе-кезек басында отырар еді. Пышаққа түскенше 10 күн дайындады. Ең жақын деген 2 жеңгесі, олардың бала шағасы келді. Пышаққа түсіп, ота жасағасын үлкен жеңгесі бір рет бой көрсетті. Содан кейін бір партада отырған сыныптасы келді. Онымен де шер тарқатып сырласқысы келіп еді. Кішкенемді балабақшадан, үлкенімді мектептен алуым керек деп, өпеліктей ұшып қонып тез кетті. Ол айналасындағылардың бәрін кінәлай бастады. Әркім өзі үшін өмір сүреді екен ғой. Кешегі ха-ха күлкі, оңашадағы құйқылжыған әңгіме, тыртыңдап билеген көңілді кештердің бәрі қол бостағы қимыл құбылыс екен. Отау тігіп, от жаққасын әркім өзінше, шығарда жаны бөлек, достарың да бөліктен кете барады екен. Сенің ең жақының, неке суын бөліп ұрттаған серігің мен тұла бойыңнан жаралған перзентің екен деп, Орынкүл шекесіне сұқ саусағын ұшын қадап, қиял кемесі орнынан жылжи бергенде, анасының мүләйім даусы құлақ түбінен сызылып, естілгендей болды. Ол да сонда өз секілді төсек тартып, ыңырсып жатқан. Сонда анасы айтқан жалғыз ауыз сөздің жауабын іздеп өз жанын өзге тергеуге салды. Арығың да тартылуға таяу. 30-дан асса да соған мән бермепті. Енді ойласа, бұл сөз қыз-құзырың бітіп, перзент әкелер жолың жабылып, енді қайтып етегіңді көтермейтін саха ел болдың деген сияқты. Ол көшедегі суы тартылып, қаңсып тұрған арықты көз алдына келді. Шөп шалам, өсіп күл қоқыстан көрінбей қалған лас арна жүрегін айнытты. Оның қасындағы сылдырлап су ағып, жыбыр-жыбыр майда толқындар лекіген арық қандай көрікті. Одан аққан су қауындықтағы көк пәлекті көмкеріп, жеміс жидекті құлпыртып, әсіресе есік алдындағы қос түп өрік гүл ашып, жұпар шашқанда дүние өзгеше түрге еніп келетін. Осы көріністің бәрін көз алдынан таса қылып Алматыға кетіп, дарынды балалар мектебінде оқып оны тауысқанда неге жеттім? Оның көз алдындағы тағы да тақтаға бормен жазылған AX2 елестеді. X математикадағы белгісі мөлшер болса,
Мен өмірдегі шешуі жоқ жұмбақпын.